Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен үй жағдайында пряники жасайтын боламыз. Құрамы қолжетімді заттардан тұрады. Жасайтын болсаңыз, ешқашан магазиннен сатып алмайтын боласыз. Видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеле кетіңіз. Ең алдымен таза ыдысымызға 100 грамм ұн, 220 грамм шекер екеуін жақсылап араластырып, ыстық сүтімізді бір қалыпты етіп, жаймендеп қосып араластырып отырамыз. Бұл жерде бізде заварной тесто шығатын болады. Сіздердің сүттеріңіз міндетті түрде ыстық болуы қажет. Барлығын құйып болғаннан соң араластырып, жылытып алатын боламыз. Ыстықтай араластырмаймыз. Сол жылып болғаннан соң артынша жұмыртқаның бір дана сарысын қосамыз. Сосын жақсылап араластырамыз. Артынша сұйық майымызды да қосамыз. Және де какаоымызды қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып, біркелкі масса болғанша араластырамыз. Келесі бізде ұн және де разрыхитель екеуін жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан соң жақсылап жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Бұл жерде барлық құрамы қанша грамм екендерін астында описание бөліміне қалдыратын боламын. Сол жерден көре аласыздар. Осылай біздің тестамыз қоймалжың және де жабысқақ болып келеді. Сол себепті сіздер ұнды плюс-минус осылай қолға жабыспайтындай етіп жайып алатын боласыздар. Барлығын осылай видеода көрсетілгендей етіп жасап, домалақ фигурамызды алып, үстінен пряникидің формасына салатын боламыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша бұл дөңгелек форманың кішірегінде қолдансаңыздар болады. Барлығын өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Осылай қалыңдығы осындай болу қажет. Барлығын осылай кесіп, дайындап болғаннан соң қызып тұрған пешімізде 180 градуста пісіріп алатын боламыз. Міне біздің печеньеларымыз пісіп шықты, осылай көтеріліп әдемі болып шығады. Келесі бізде осы пряникидің глазурын жасайтын боламыз. Жаңағы бір жұмыртқаның ағын алып, ыдысымызға, құрғақ таза ыдысымызға салып алатын боламыз. Артынша 100 грамм сахарный пудрамыз болу қажет. Бұл жерде жақсылап араластырамыз. Сол кезде ғана біздің массамыз жақсы болып ағаратын болады. Соңында барлығы бір қалыпты болғаннан соң барып артынша бір лимонның суын қысып шығатын боламыз. Бұл біздің белогымызды ағартып, аппақ етіп шығатын болады. Және де хош иісті береді. Міне осылай видеодағыдай болуы қажет. Болғаннан соң біздің пряникилеріміз суып болғаннан кейін ғана осылай жан-жағына жағатын боламыз. Ыстықтай жақпаңыздар. Осылай барлығын қолдарыңыздың көмегі арқылы қолдарыңызбен жан-жағын жақсылап араластырып аламыз. Болмаса перчатканың көмегімен жасасаңыздар болады. Қолыңызды міндетті түрде алдын ала жуып алып қолданатын боламыз. Барлығын осылай жан-жағына араластырып, пергаментке төсеп 5-6 сағатқа қалдыратын боламыз. Кепкенше сіздер немесе бір түнге қалдырсаңыздар да болады. Мен өзім осылай бір түнге қалдырып қойдым. Ертеңге дейін әдемі болып, кеуіп, құрғақ болып шығады. Менде келесі күн, міне өздеріңіз көріп тұрғандай, қолға жабыспаған және де пергамент қағазына да жабыспай шыққан, өте әдемі және де магазинге қарағанда жұп-жұмсақ, балғын хош иісті болып шығады. Міндетті түрде сіздер де осылай жасап көріңіздер және де видео пайдалы болса лайк басып комментарий қалдыра кетіңіздер. Ас болсын!